Бәріңе сәлем достар. Бүгін сіздер 3096 күн фильмінің қысқаша шолуын көресіздер. Оның сюжеті нақты оқиғаларға негізделген. Австриялық тау шаңғысы курортында трассамен жүріп бара жатқан қыз бір еркектің бақылауында дәретханаға жүгірді. Ішінде тағы бір шаңғышы бар еді. Қыз көмек сұрады, оны ұрлап әкетті. Біз өткенге ораламыз. Арақ ішіп отқан еркек үлкен компанияда жергілікті барда көңіл көтеріп отыр, ал қызы үйіне қайтуды сұрайды. 10 жасар Наташа Компуштың ата-анасы ажырасып кеткен. Анасы кешегі күні үшін ұрсы бетінен ұрды. Көзіндегі жасымен қыз мектепке бет алды. Кенет шағын автобустан бір еркек түсіп, Наташаны ұстап, көлікке салып тыныш кетіп қалды. Бұл көріністі тағы бір оқушы қыз көрді. Ұрлықшы жеке үйде тұрады. Ол баланы кішігірім бөлмеге, жертөлеге әкелді. Ал бөлме құлыппен жасырынып, көзге көрінбейтін болды. Біраз уақыттан кейін Наташа есін жиды. Үстіңгі жақта шам бар, ал беті болса көгерген. 5 шаршы метрлік бөлмеде терезе жоқ, тек әжетхана мен қол жуғыш бар. Бұрышқа отырып ол келесіде не болатынын күтуде. Кенет есік ашылды. Ер адам матраста келіп, аяқ киімін шешуді бұйырды. Ол сондай-ақ 2 майлы бутерброд пен бір бөтелке су қалдырды. Наташа желдеткіш арқылы көмек шақырып айқайлауға тырысты. Пакеттен және курткалардан қыз өзіне жастық жасады. Жарық бірден сөнді. 3 күн өтті. Вольфганг сүт ішіп, ертегілер кітабын алып, төменге түсіп Наташаға оқып берді. Тамақ же деп ол тұтқынға бұйырды. Наташа ер адамның кеткенін қаламады. Сонымен қатар ол анасының оны түнде үнемі сүйетінін жеткізді. Вольфганг келіп оны басынан сүйді. Жаңалықтарда Наташа Компуш әлі табылмағанын хабарлайды. 100 полиция қызметкері мектеп маңындағы аумақта тексеруде. Қыздың өзі анасының соңғы балағат сөздерін есіне алып, бөлмені аралап, қадамдарын санайды. Үстіңгі шам сөнген кезде үстел үстіндегі шам жанады. Ұрлықшыға анасы қонаққа келіп, ас үйді қолына алды. Төменде оның дәл астында 10 жасар қыз тұтқында отыр. Кешке олар Наташаның ұрланғаны туралы жаңалықтарды бірге көрді. Анасы мұны әлдебір бұзық жасағанына сенімді. Наташа ата-анасына уайымдамасын деп хат жазды. Вольфганг жұмыссыз, сондықтан ол су сабын мен тіпті суды үнемдейді. Ол қызға оны сатып алғысы келмейтінін өтірік айтады, өйткені оның ата-анасы оны қажет етпейді. Вольфганг ашуланып, Наташаның жылауын тоқтатуды талап етеді. Ол шашына түкіріп, қайта жоғарыға көтерілді. Бетон есікті тек сырттан ашуға болады. Пия бөлмеге кіру жолы ауыр сейфпен және шкафпен жабылған. Әр жолы төменге түсу алдында Вольфганг комбинезонын киеді. Ол осы бөлменің жертөлесінен шығатын жолды тақтаймен жауып тастайды. Еркектің үйінде енді қонаққа әжесі де келіпті. Кенет үйге полиция қызметкерлері келді. Полициялар оны фургонын тексергісі келді. Ол қызды алып қашумен айналысып жүргенде кейіп танытады. Полицейлердің айтуынша, қалада мұндай көліктер өте көп. Полиция қызметкері тақтайларды басып суретке түсірді. Вольфгангтан 2 наурыз күні таңертең қайда болғанын сұрайды. Ол өзіне өтірік оқиғаны тауып үлгермеді, сондықтан ол үйде жалғыз болғанын айтты. Бұл жауап полицейлердің көңілінен шықты. Наташа ата-анасы әлі бірге тұрған кездегі қаншалықты қызық болғанын есіне алады. Наташа таң ба кеш па түсінбей сағат әкелуді өтінді. Егер сен айтқанды тыңдасаң ғана, деді ер адам оған. Вольфганг бөлмеде онымен сөйлесе алатын домофонды орнатты. Әрине ол хатты жібермеді, және оны жай ғана жырта салды. Наташа сағат алды. Ол киіммен чучула сияқты бірдеңе жасады. Алдымен сұрақтар қойып, сосын сабақта жүргендей өз-өзіне жауап береді. Оның басында ол мектеп қоңырауын естігенін елестетеді. Мысықтың суретін сала отырып, қыз оның мияулағанын естігенін елестетеді. Сондай-ақ ол есікке есік тұтқасын салды. Наташа өзінен сұхбат беріп, ұрлаушыдан қалай құтылғанын айтып береді. Кенет домофоннан Вольфганг айқайлайды. Ол қыздың мойынсынуын және оған бағынуын талап етті. Аңғал Наташа лимонды қолында ұстап, үстіне тіс пастасын жағып жіберді. Болжам бойынша ол аллергия бар деп тез арада ауруханаға барғысы келді. Бұл үшін Вольфганг оны тамақсыз қалдырды. Наташа айқайлады, бірақ оны ешкім естімейді. Ал желдету шатырға апарады. Оның иісін тек сонда ғана иттер сезе алады. Кейін ауру адам үлкен есікті ашып, қызды еркіндікпен мазақ етеді. Ол бұл бөлмені тек оған ғана арнап жасады, сондықтан ол оны ешқайда жібермейді. Наташа өзімен өзі сөйлесіп, Вольфгангтан оған тастап кеткен кітаптарын оқуды шешті. Аштық өз жұмысын жасады, ал қыз мойынсынуға уәде береді. Тек ер адам оған тамақ әкелсе. Ол 4 күннен бері тамақ ішпей, бәрін жеуге дайын. Бірақ оның өтінішіне ешкім жауап бермеді. Біраз уақыттан кейін Вольфганг дауысын көтерді. Бірақ маған бағын деген қайта-қайта бір ғана сөз тіркесін айтады.
4 жыл өтті. Осы уақыт бойы аштық азаптауы жалғасты. Арық қыз оған тамақ әкелу үшін бәрін жасауға уәде береді. Ал Вольфганг попугай сияқты өзінің сүйікті сөздерін қайталай берді. Наташа ашуланған кезде ол бірден жарықты өшірді. Су ішкеннен кейін қыз ұйықтауға тырысады. 1695 күні Наташада месячный басталды. Жеркенішті деп Вольфганг айқайлап, орындықты сүртуді талап етеді. Қыз душ қабылдауға рұқсат беруін сұрайды. Ер адам келісті және 4,5 жылдан кейін Наташа түрмеден шығып, қайтадан құстардың дыбысын естіді. Вольфганг оны терезелер мен есіктердің жабулы екенін жеткізді. Сіріңке сияқты аяғы бар арық қыз жоғарыға көтерілді. Көшенің шуы мен күн сәулесі оны таңғалдырды. Ол ұрлаушының пәтерін бірінші рет көреді. Вольфганг Наташаны ваннаға апарды. Ол шешініп, оның көз алдында душ қабылдауға мәжбүр болды. Анасы ұлына келе берді. Кенет әйел одан қызың бар ма деп сұрайды. Әйел ұлының жемпірінен ұзын сары шашты тауып алды. Бұл жақсы болды, әйтпесе әжесі сені гей деп ойлады. Психопаттың келесі әрекеті қыздың шашын қыру болды. 1837 күн, жаңа жыл. Наташа сыйлық қағазына плеерді орап жатыр. Псих киініп, салтанатты түрде камераға печенье әкелді. Ол өзімен бейнекамераны да алып келіп, ескі жемпірдегі таз бойжеткен 1 минут бұрын өзі жинаған сыйлықты ашып жатқанын түсірді. Наташа плеерге қатты қуанды. Енді қараңғыда музыка тыңдай алады. Сол шынайы сезіммен ол басқа сыйлықтағы кітаптарды да қарап отыр. Это так мило. Спасибо. Перестань. Наташа өзінің отбасының жағдайын білгісі келді. Бірақ тиран қазір оның отбасы өзі екенін айтады. Ол қыз үшін бәрі. Вольфганг оны жаратты. Жалпы ол енді Наташа емес. Ол қазір оған жаңа есім беруді ойлап тапты. Енді оның есімі Бибиана болады. Жақсырақ айтқанда тек Биби. Вольфганг Бибидің оған қолын тигізіп, қарап тұрғанын қаламайды. Наташаның әжесі немересі үйге келгенде жылы болсын деп, оған жемпір тоқып берді. Анасы ішінен күйіп жатыр. Ол күн сайын қызын мектепке апаратын. Бірақ сол күні ол қызды ренжітіп, қайғылы оқиға орын алды. Наташа Вольфгангқа сарайды жөндеуге көмектеседі. Ол қызға көйлегін шешіп, жалаңаш жұмыс істеуін айтады. Сегодня спишь наверху. Со мной. Бөлменің есігін жауып, ол Наташаға киімінде қалуын бұйырды. Және оның қолына байлағышты қатайтып жатуды бұйырды. Осылайша олар бірінші түнді бірге өткізді. Вольфганг тау шыңғысы курортына дайындалуда. Наташа бір күні оны өзімен бірге алып кететініне үміттенді. Ер адам күлкілі емес анекдот айтып берді. Бірақ қыз оны қызық деп өтірік күлуге мәжбүр болды. Бүгін Вольфганг дүкеннен мүшеқап сатып алып түнгі клубқа барды. Клубта оны бір ханым биге шақырды. Бірақ ашуланған ол оны тастап үйіне асығады. Онда ол бірінші рет қызды пайдаланды. Кейін қыз оны бақшаға апаруды, айға қарауды өтінді. Ты привязан ко мне, как и я к тебе. Вольфганг бұл сөздерді ұнатпады, және ол оны жертөлеге қайта итеріп жіберді. 2029 күні тиран қызды оған тамақ пісіруге мәжбүр етеді. Сонымен бірге ол оның әрбір әрекетін сынап, үнемі айқайлайды. Ол Наташаны өз анасымен салыстырды. Әрине, анасы әлде қайда жақсы. Кенет Вольфганг қызды ішінен ұрып, шашынан ұстап алды. Бұрын бұндай жағдай орын алмаған. Не думай, что ты съешь из этого хоть что-нибудь. Бірақ Наташа шыдай алмай, пісірілген тағамды қолымен ұстады. Ол оны еденнен алып аузына салады. Вольфганг оны түкіруге мәжбүрлеп, бөлмеге дөрекі лақтырып жіберді. Кейін мазақ етіп, канализациядағы сүзгіні ауыстыруды бұйырады да, артындағы люкті бірден жауып тастады. Кезекті қырыну кезінде Наташа Вольфгангты шашын қалдыруға көндірді. Ер адам қызын қала аралап, оған жаңа киім сатып алады. Бірақ ол қашып кетуді ойламауы керек. Себебі Вольфгангтың өтірік бір қаруы бар. Қажет болса бәрін өлтіреді. Қыз болса адамдарға мұңая қарайды. Псих оны құрылыс дүкеніне апарды. Бір кезде ол жалғыз қалды. Бірақ өзін көмек сұрауға мәжбүрлей алмады. Басына маған бағын деген сөз есіне түсе берді. Кешке ол өзінің әлсіздігі үшін өзін кінәлай бастады. Үй жайларды жөндеумен әрине Наташа айналысады. Ал Вольфганг оны камераға түсіреді. Жөндеу жұмыстары біткен соң, тосын сыйға қуанғандай кейіп танытуға тура келді. Все в золоте. Знаю, словно сама это делала. Анасы да үй жұмысын бағалады. Вольфгангтың Наташаға қарағанда керемет көңіл күйі бар. Қыз өзінің 6 жыл бұрын жоғалып кеткені туралы жаңалықтарды тыңдайды. Осы уақыт ішінде бірде-бір із табылмады. Вольфганг жаңа ванна сатып алғанда, бүгін түнде үйлену тойын өткіземіз деп шешіп, Наташаға түнгі көйлек сыйлады. Бірақ қыздың көңіл күйі мүлдем жоқ, және одан неге оны таңдағанын сұрайды. Маған сенің күлкің ұнады деп жауап береді Вольфганг.
Ол шынымен Наташаны ұрлауды жоспарлағаны белгілі болды және сол үшін ғана жер асты камерасын жобалап тұрғызды. Түнде орманға құрылыс қоқыстарын апарды, желдеткіш орнатты, есіктерді нығайтты. Барлығы тек қыз үшін болды. Бұл түні қолдарындағы бекіткіш кесілді. Наташа қазірдің өзінде тұтқында жынды болып, киімінен оған қарамауды сұрайды. Ол өлуді шешті және электр плитасына дәретхана қағазын салып, қатты түтін шығара бастағаннан тұншығып кете жаздады. Соған қарамастан қыз оның өлуіне әлі ерте деп шешті. Наташа не болғанын жасыруға тырысты, бірақ Вольфганг оның иісін бірден сезді. Ол қызға өз-өзіне қол жұмсамауына жол бермеймін деп ұрып соқты. Наташа қағазға болған жайтты жазып отырады. Қазір жалмауыз оның басынан 18 рет, ішінен 6 рет ұрды, 12 рет құлаққа және 4 рет аяқпен. Ал мұндай қағаздар өте көп. 2847 күн Вольфганг Наташаны өзімен бірге тау шаңғысы курортына апарып, қарға құлаған кезде оған күледі. Қыз әжетханаға сұранады. Ер адам бөлмені тексеріп, ішінде ешкім жоқ екеніне көзін жеткізіп Наташаны жібереді. Бірақ ол жерден шаңғышыны тауып, атын айтып көмек сұрады. Алайда бойжеткен неміс тілін білмейтін және олардың одан не қалайтынын түсінбегені белгілі болды. Вольфганг дәретханада ештеңе болмағанына сенбей, қызын әдеттегіден де қатты ұрды. Тұтқында болған 2908 күнінде Вольфганг Наташаны 18 жасқа толған күнімен құттықтауға шешім қабылдады. Сыйлық қызыл көйлек болды. Тиран оны биге шақырып, оның би билеуді мүлде білмейтінін бірден айта бастады. Олар ауланы тазалап жатқанда, оларды көршісі көріп қалады. Бірақ Наташа қайтадан үнсіз қалды. Вольфганг шағын автобусын сатады, бірақ алдымен оны тазалау керек. Әрине, бұл жұмысты Наташа қызыл көйлегімен істейді. Қыз қақпаның ашық есігін байқады. Сол кезде Вольфгангқа қоңырау соғып, шаңсорғыштың шуынан ол басқа жаққа кетуге мәжбүр болды. Наташа уақыт келді деп шешіп жүгіре жөнелді. Қыз жеке сектор арқылы келе жатып, адамдармен кездесе алмады. Ақыры сол жақтағы әйелді кездестіріп, полиция шақырылды. 3096 күні ол өзінің кім екенін және 8 жыл бұрын ұрланғанын айта алды. Бірден анасына телефон соғылды. Вольфганг бәрі жоғалғанын түсінген соң, дереу барып, өтіп бара жатқан пойыздың астындағы рельстерге жата қалды. 8 жылдан кейін Наташа ата-анасымен кездесті. Наташа екеуінің біреуі ғана аман қалу керек екенін әлдеқашан түсінген. Және бұл өзі болды. Осымен фильм аяқталды достар. Сіздермен болған киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.